Қайтар жолда базардың тұсынан өтіп бара жатып, Ахат аттың басын тартты. Рысқұлдың аманатын орындайық, әлгі Петерборны хат жазайық. Мына базардан біреу табылар, деді Молдабекке. Базарды жағалап жүріп, бастырмалы дүкенде мата сатып тұрған татарды көріп Ахат: «Шырағым, мұсылман баласы екенсің, ақыңды берейін, бізге бір хат жазып берші», деді. Саудагер татар біраз бәлденіп тұрды да, ақысын берейін деген соң көнді. Қолына қағаз қалам алған саудагерге Ахат: «Жаз», деді. «Петербордағы досың Метрейге». «Жаздың ба?» «Құрметті Метрей, дені қарның сау ма? Келін балашаға малжан аман ба? Ақпатшаның аулы аман ба? Патша ағзаммен ұшырасып тұрасың ба? Рысқұл тамырыңды ұмытпаған боларсың. Саған азды көпті қызмет қылып едім. Қиналсаң хат жаз деп едің. Көмектесем, қол ұшын берем деп едің. Міне менің басыма күн туды. Мені саймасай болыс жазықсыздан жазықсыз сабақтыға жаптырды. Жаздың ба?» деп Ахат саусағымен қағазды нұқып көрсетті. «Қазір абақтыдамын. Ауылдағы қатын баланың халі мүшкіл. Ағайындарым да азапқа батты. Болыс күн көрсетпейді. Салық салып, тышқақ дейін тартып алды. Құрметті Метрей, осы мүшкіл халімізді Ақпатшаға айт. Бір шаһарда тұрасыңдар ғой, ол кісіні көріп тұратын шығарсың. Қой, Таушымәмбетке тиме десін болысқа. Рысқұлды түрмеден босат десін. Таушымәмбеттің малын қайтарып бер десін болысқа. Құрметті Метрей тамыр, Николай патшаға айт. Таушымәмбетке Түркібас жеріндегі Майлыкент болысына қайтуға рұқсат етсін. Майлыкент болысы Дауылбайға ұрыссын. 20 үйсәлік сарыны қудалама деп. Біздің Қарақойын мен Темірбастаудың суын ішуге рұқсат ет десін Дауылбай болысқа. Құрметті Метрей тамыр, осыны ұмытпай айт патшаға. Ақсақал, сөзді көбейтіп жібердіңіз ғой, деп саудагер татар кегжие бастады. Болды өзі де, жас шырағым. Құдай тілеуіңді бергір. Құрметті Метрей тамыр, хош, Алла Құдай сақтасын сені. Хат жазушы Шымыр Шірмәмбет Жылқайдарұлы Рысқұл. 1904 жыл, мизам айы. Адресі қайда? Саудагер татар. Ахат Рысқұл берген іріп тұрған қағазды абайлап, бүктеуін жазып, саудагердің алдына қойды. Санкт-Петербург, улица деп ар жағын оқи алмай татар тоқтап қалды. Дәл бүктеуі қырқылып кеткен. Көшенің аты өшіп қалыпты. Дмитриеву СВ деген жазуы көмескі көрінеді. Саудагер татар басын көп қатырып тұрмай, адресті шала-пұла жазып, хатты Ахаттың қолына берді. Анау көшенің арғы бетінде пошта бар, соған апарып өткізіңіз, деді. Рысқұл Алматының түрмесіне түскелі 3 айдан асып барады. Жеке камера болатын. Жай жабайы тамқыш еді. Кім білет, барымташы жылқы ұрысы, жабайы қырғыз қашып қайда барар деді ме? Жоқ әлде тас камералар бос болмады ма? Әйтеуір Рысқұлды анайлау мал қора құралпы бір үйге әкеліп тыққан. Оның да жалғыз терезесі темір болатын. Есігі берік. Шілде шығып, қыркүйек кіріп, шөптің буыны қатып қалған кез. Рысқұлды бір мезгіл қораға тыныстауға шығарады. 2 мезгіл дәретханаға алып барады. Түрме мен қораның түкпірінде тұрған дәретхана үйшігіне дейін 100 метр шамалы. Соған бара жолдың бойында сыртқы дуалды қуалай қаулап өскен қарасора бар. Кезінде орып тастауға ешкім құнттамаған қарасора сорлы жоңышқа емес, не отын болып жарытпас, содан шаң қауып, гүлі түсіп қурап, Құдай қарғап қауқиып тұрғаны. Рысқұл желкесінен мылтық кезеген айдауылмен ары бері өткенде, неге екенін өзі де түсінбей, сол қауға қарай ықтай береді. Өмір бойы далада тау-тастың, табиғаттың жөргегінде өскеннен бе? Әйтеуір әлгі солған қарасора өзгенің назарын аудармаса да, бұған бір түрлі ыстық көрінеді. Мүмкін, қарасора оған өзінің қырық-құрақ құрым киіз үйін еске салған шығар. Қашып арасына кіріп кетсе таптырмайтын Ақсу Жабағылының қара орманын елестете ме екен? Әттең, Ақсу Жабағылының тасына табаны бір тисе, мұз жастанып, қар төсенген арқарлармен ауылдас болып, мына қысастығы қыруар, құлық сұмдығы, кесір-кесапаты күллі әлемнің күлін суырар сұмдық дүниесін талақ етіп тастап кетер еді. Жоқ, одан бұрын ол Саймасай мырзаға барып сәлемдесер. Өйтпесе, өмір бойы өтелмес, жоқ екі дүниеде де кешірілмес
қарыз мойнын қыл арқандай қылқындырар. Өз басының жәбір көргендігі үшін ғана емес. Бой, әсте олай емес. Әділет деген атаңа нәлеттің қасқыр талап кеткен иттей қаңсылап қалған үшін. Қылмысты саймасалай істейді. Жазасын Рысқұлдар тартады. Сонда бұл қалай мырзам деп бір ғана сауал беру үшін. Мына түрмеге келіп түскен түннен бері ойнанан кетпей қойған сұрақ бұл. Саймасайға барып бір сәлем беру, бір сауал қою, енді бүкіл қалған ғұмырының ең кіндік мақсатына айналған. Құрым үйде қалған қатынын сағынып бара жатқан жоқ. 10 жасар тірі жетім Тұрарды аяйды әрине, оған да қарайламас. Көп болса маңдайынан бір иіскеп, басынан бір сипар. Содан кейін қара сораға қарай береді. Арасынан тас шегіртке шықылдайды. Сорынды ұрайын дейді Рысқұл шегірткеге. Түрменің ауласына сені біреу әкеп қамаған жоқ қой. Неге кетпейсің Құдайдың даласына? Тас шегірткеге шекшекке ұрысып қойып, Рысқұл ауыздығын сыңар езулеген қарашыл жылқы дайын шаң басқан құрайға қарай қиялап кете береді. Айдауыл сонысынан секем алғандай. Көзіне қара, тура жүр деп арс ете қалды. Рысқұл ілда байлап соғыла салған дәретхананың дуал жақ қабырғасын қиратып қашып кетуді де бір ойлады. Бірақ мылтығын шошайтқан қарауыл қалт қарап, кірпік қақпай тұрады. Сонысына ыза болған тұтқын кейде айдауылдың титығына тиіп, патшалар жаяу баратын жерден шықпай отырып алады. Айдауыл аяғы талғанша қаққан қазықтай қозғалмай тұрады. Ақыры шыдамы таусылған соң, ұятты бұлай жиып қойып, сықырлауық есіктің сыңлауынан сығалап, өліп қалдым ба? Әлде шұқырға құлап кеттім бе? Шық, уақыт бітті әлді қашан деп ақырады. Алла, мұндайды көрсеткеніңе де шүкір дейді. Тұтқын айдауылдың жынын қоздыра түсіп. Мына менен гөрі сен сорлың көрген күнінде адам басына бермей-ақ қоятын тіршілік-ау деп қояды айдауылға. Бір күні кешкі дәреттен қайтып келе жатып, қарауытқан қаудың қасынан өте бергенде, әдетінше жолдан шығыңқырап, қияс басқанда, оң аяғының тұмсығы әлденеге тірелгендей болды. Еңкейіп қарамай, тек көзінің қиығын салып еді, өшкір бірдеңенің ұшы қылтиып жатыр екен. Тоқтамай, сыр бермей өтіп кетті. Келесі күні таңертеңгі дәретке бара жатып, кешегі қылтиғанды сол аяғының тұмсығымен тағы бір түртіп өтті. Жерге кіріп жатқан темір екен. Қайтар жолда тағы бір түртіп өтті. Істік темір босаңқырап қалды. Сәл еңкейсе қолмен суырып қалатын нәрсе. Амал нешік, еңкеуге жол жоқ. Еңкеймек тұрғай, сәл бұрылсаң айдауыл секем алып қалады. Еңгезердей шомбал палуан жалт беріп, бір ұрып құлатып, құтылып кете ме деп қорқатын да шығар. Әйтеуір, Рысқұлдың әрбір адымы аңдулы. Батыр бір оқтық деген осы. Әйтпесе бұна жапырағы түскен сасыр сояуды немені бір сүйкеден қалдырмай қашып кетер еді. Сидиған қурайдай болса да, айдауылдың мылтығы бар да амал жоқ. Әйтеуір әлгі темірді тағы бір түртіп босатып кеткеніне де көңілі тоқ. Тіршілік болса, ертең тағы күн бар, үміт алда. Тұтқынның тұтқасы үміт. Үміт үзілген күні тұтқын шын тұтқын. Ал Рысқұлдың бүкіл өмірі жақсылықты алдан күтумен өтілі. Түнімен есінен сол бір істік темір кетпей қойған. Жер бетіне шығып жатқаны, шамасы сынық сүйем құралпы. Бұлқылдап қалғанына қарағанда, жасырынып жатқаны және бір сынық сүйем бар шығар. Енді камераға соны қалай алып кіру керек деген сұңқыл сұрақ басында шыңылдады да тұрды. Сөйтсе, қара сораның қауында күндізгі шекшектің орнына шілдек қоңыз шырылдап отыр екен. Түрменің темір торлы терезесінен анық естіліп тұр. Басындағы шыңыл мен қара сорадағы шырылдың бірі үндесіп, қосылып айтылған әлде бір мұңлы әндей әсер туғызғаны Рысқұлды аң-таң халде қалдырды. Шырылдап тұрған шілдек қоңыз емес, сынық сүйем істік темір сияқты. Темір екеш темір де түрме тұтқынның жанын ұғып, оның шарасыз тағдырына жаны ашқандай аян береді.
Шірде қоңыздың жағы бір сенбеді. Рысқұлға сынық темір туралы ұмытып кетпе деп ұдайы есіне салып тұруды парыз көргендей бір тынбады. Толассыз әнде Рысқұл да байқаусызда қосылып кетіп, дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса елге дәулет құралмаған, күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан деп ыңылдады. Таңға таяу көзі ілініп кеткен екен, кенет шошып оянды. Қызыл жебе кісеніп келіп, абақтының есігін тепкілеп тұр екен. Рысқұл өң мен түстің арасын ажырата алмай, мең-зең күйде сәл аңырып отырып қалған. Жарықтық, жылқы жануардың да әруағы болғаны ма? Қамбар ата ғой әлгі. Қызыл тұлпардың қаны менің мойнымда емес еді ғой. Неге мені торып жүр? Ұрлаған мен болғанмен, ұрлатқан, қанын шашып бауыздатқан саймаса еді ғой. Айналып кетейін, Қамбар ата. Менен күнә болса кеше көр, бірақ менің жазғым жоқ, Құдай куә. Қызыл тұлпарды пышаққа, қиянатқа қимай, ара түсем деп, нақақтан құрбан болдым, Қамбар ата. Рысқұл жылқының аруағына сыйынып отырғанда, есіктің алдынан айдауыл өтті, етігінің тақасынан таныды. Сонда барып, әлгі түстің сырын ұққандай болды. Есікті тепкілеген қызыл жебе емес, әлгіндей айдауыл қара құлып қалпында мекен деп, салдырлатып, тексеріп шыққан болды. Сонда бір ой басына сап етті. Атып тұрып есікті тоқпақтай бастады. Асығыс басқан айдауыл аяғының дыбысы естірді. Не керек деп зекіп қалды айдауыл. Ішім бұрап кетіп барады. Тезірек аш мырза деп жалынды тұтқын. Өлмейсің, шыда. Әлі таң атқан жоқ, қараңғы деп қарауыл ары кете бербеді. Рысқұл есікті тағы тарсылдатты. Мырза, шыдай алар емеспін. Бұл құрғыр таңның атып, күннің шыққанын күтіп тұратын сыпай емес қой. Іш бұзылса мен не істейін? Қарауыл бұрқылдап, балағаттап жүріп, салдырлатып есікті ашты. Ашудан көзі ежірейіп кетіпті. Жейдешең, жалаң аяқ, жалаң бас Рысқұлды мылтықтың оқтығымен бір нұқып алдына салып, мені алдағың келсе, аямаймын деп естетті. Бозала таң құланиектеніп келеді екен. Қапастан кейінгі сап-салқын уыз ауа тұтқынның қапырық өкпесін қауып, ағыл тегіл мол демнен тұншығып қала жаздады. Таң тазатып кетпей, қара күңгірт бола тұрса екен деп тіледі Рысқұл. Шіде қоңыз қалжыраса керек, үні семіпті. Қара сораның тұсынан өте бере, жалаң аяғымен жер сыдырып, істік темірді іздеді. Сол аяқтың бас бармағы сояудай қатты затқа тірелгенде, сипалап, екі башпайдың арасына тірей қысып алып, жұлқа тартып жүре берді. Қап-қатты суық темір табанына батты. Бұрынғыдай жылдам жүре алмай, бір аяғын сүйретіп, кібіртіктеп қалды. Оны өзінше бөтен ойға жорыған қарауыл. Бас аяғынды. Қыстап бара жатса, асықпайсың ба деп зірк етті. Ішім деп Рысқұл екі бүктеліп, сүйделіп бара жатқан ойында саусағымнан шығып кетпесе екен деп, башпайларын қарыстырып қыса түсті. Қысқан сайын темірдің істігі етіне кірш етіп кіріп бара жатты. Қан тамса біліп қояды-ау деп қысылды тұтқын. Ілдәбай дәретханаға дейінгі 10-15 адым жер тозақ жолынан 100 есе қиын еді. Ерте ме кеш пе, әйтеуір келетін бір өлім бар. О дүниеде Рысқұл тозақ отына түсе қоймас. Құдай бар болса, шын дүниенің парызын Рысқұл мына жалған дүниеде ақ 100 есе артығымен атқарып қойғанын көріп тұрған шығар. Аяғының саусақтарының арасы жіпсігендей, жылбысқы бірдеңе білінеді. Жылы қаннан саусақтар арасы жылпылдақ. Темір сырғып түсіп бара жатқандай сезіледі. Жан дәрменде бас бармағын бүріп, тұтқын ышқына түседі. Су перісінің ай десе аузы, күн десе көзі бар. Перизат қызы жер бетіндегі патша баласына ғашық екен. Ал су перілерінің адамдардан бір айырмашылығы, аяқ орнына балықтың құйрығы болады. Адамдардың аяғындай аяғы жоқ Перизат патша баласына ғашықтықтың дертінен өлер болған соң, перілердің тәуібіне барып жалынады. Тәуіп кемпір дауысы барылдап қалған Әзірейілдей еді. Перизаттың үні көміс қоңыраудай сыңғырлап тұратын. Перизаттың арызын тыңдап болған соң Тәуіп кемпір айтады: «Әй, сор айдаған сұлу,
Жазылмайтын дертке ұшыраған екенсің. Айтқаныңнан қайтпассың. Жарайды. Мен саған адамдардың аяғындай аяқ жасап берейін. Ақысына бірақ күмістей сыңғырлаған даусыңды аламын. Сен тілсіз, үнсіз қаласың. Бұл бір деп қой. Мен берген дәріні ішкеннен кейін саған балық құйрығының орнына аяқ пайда болады. Бірақ әрбір адым сайын табанына қанжар қадалғандай шыбын жаныңды шырқыратып қуыртады. Өмір бойы табанына қанжар қадалып өтесің. Осыған көнсең көндің, көнбесең өзің біл. Не керек не бір азапқа көніп, перизат адам бейнесіне еніп, патша баласына жолығады. Патша баласы да бұған құлай ғашық болады. Атың кім деп сұрайды патша баласы. Перизат бәрін түсініп тұр. Бірақ айтайын десе тілі жоқ. Аяғын әрбір басқан сайын табанына қанжар қадалады. Не керек? Патша баласына тілсіз сұлуға үйленуге батасын бермей, басқа бір падишахның қызына құда түседі. Бұл бір мұңды ертекті Рысқұл ертеде бала күнінде естіген. Қазір сол бейшара перизаттың халі өз басына түсіп тұрғанына таң қалды. Сол аяғын сүйрете басқан сайын істік темір бармағының қалың етіне қадала түсті. Қайтар жолда айдауыл Рысқұлдың ізінде баттиып қара дақ қалып бара жатқан байқап, «Әй, тоқта, аяғыңа не болды?» деді. Әжетхана тақтайының жаңқасы жүріп кетті. Түк те етпейді деп Рысқұл елемеген болды. Бойымды тінтіп, ышқырдағы темірді біліп қояр ма екен деп іштей қыпылдап та тұр. Бірақ оның жүзінен айдауыл секемалар ештеңе аңғарған жоқ. Айдауыл сеніп қалған сияқты. Ал сенбесе ше? Бас салып тінтісе ғой. Ышқырындағы сабы жоқ, тот басқан пышақты тауып алады. Артындағы ақырған айдауылға бұрылып қарағанда өзінің қанды ізіне көз түсті. Дәл осындай сорғалаған қан ізін ол бұрын қайдан көріп еді? Тау шеректен бе еді? Тау түргенен бе еді? Әлде талғардың арғы беті ме еді? Таңның арайы ажарланып, жаңа күннің шырайы кіре бастаған екен. Ұйқысы шала, көзі кіртиген айдауыл мылтықтың ұштығымен екі жауырынның ортасынан нұқып қалып, «Бас аяғыңды» деді. Рысқұл қысқа да болса қатерлі жолда келе жатып, қайдағы бір сорғалаған қанның ізін бұрын қайдан көргенін есіне түсіре алмай, әлек болып, өзінің қазіргі халін ұмытып кеткеніне ренжіді. Әрине жылдан басу керек. Бір ши шығып қалмай тұрғанда тезірек абақтының ішіне кіру керек. Рысқұл әйгілі аңшының жылдамдығымен озып кетіп еді. Айдауыл, «Әй, жайырақ» деп қорқып қалды. Бұйрықтың аты бұйрық, айтылды, орындау керек. Ол жүрісін бәсендетті. Айдауылға таңғы таза ауа ұнады білем. Басына бір шалдуар ой шап етіп түсе кетті. Түрменің шұлғау сасыған тымырсағынан ода азар. Асылы тұтқыннан гөрі қарауылдың халі мүшкіл сияқты. Ол екі жағынан қамаулы. Бірі тәннің қамалуы. Тұтқын отырған түрмеде ода отырады. Айырмашылық тек тұтқын темір есіктің ар жағында, бұл бер жағында. Алыс ұзап артық адым аттай алмайды. Бірі жанның қамалуы. Тұтқыннан айырылып қаламын ба деген үрей. Әрі тұтқынның оны жек көретін сезіну. Сонымен қарауылдың да шекесі қызып жүргені шамалы. Әлгі екі қамаудың салдарынан о да тұтқынды мейлінше жек көреді. Мейлінше қорлап баққысы келетін сондықтан. Соның бір шалығын седиған ұзын сирақ қазір танытты. Мылтығын оқыс кезен Рысқұлға. «Кәне, кейін қайт. Дәретханаға жеткенше жүгір. Жете бере кері жүгір. Барыңды салып ұстай ұшпасаң, саудаң бітет. Кәне санаймын. 1, 2, 3. Рысқұл, шыныма қалжыңыма деп сенің кіремей, сасқаннан сәл езу тартқан. Ұзын сирақ беті жыбырлап, жүгір деп ышқынып қалды. Тұтқын келген ізімен кері қарай бөрі бүлкілге салып, салмақпен желе жортып еді, қарауыл тағы ақырды. Жылдам! Шын қорлық осы болды. Тап-таза таңда қып-қызыл қиянаттың тасыраңдауы ақылға сыйымсыз-ақ. Бірақ не көрмеген Рысқұлдың басы. Жалаң аяқ, жалаң бас, жейде дамбалы ала көбенде ағырыңдап, ағаш үйшікке қарай жүгіре жөнелді. Қатты жүгірген сайын сапсыз пышақтың ұшы енді қарынына тірелді.
түсіп қалмаса екен деп Рысқұлда зәре жоқ. Қарныма кіріп бара жатыр-ау деп қайғырмады. Түсіп қалмаса екен деп арғы-бергі аруаққа жалбарынады. Қайт, қарауыл! Түрменің есігіне ентігіп жете бергенде тағы келте бұйрық. Қайт! Аяғының қаны әлі тыйылмаған екен. Ары-бері жүгірістен жолдың үсті қара шұбар қанды ізбен шиырланды. Өзінің тұсынан өте бергенде қарауылдың көзі Рысқұлдың көзімен атысып қалып еді. Қорқынышты екен. Көз орнынан қанды қызыл екі жапырақ ет көргендей болды. Енді маған тап беруден тайынбас деген оймен қарауыл қорлық қалжыңын тия қойды. Рысқұлды камераға кіргізіп, құлпын кілттеді. Камераға кірген бетте Рысқұл ұшқырын сипалап көрді. Қуанғаннан әлгі бір қорлықтың бәрін лезде ұмытты. Есікке барып, құлағын тосып тыңдады. Қарауыл дәліздің арғы басында жүрген сияқты. Сапсыз пышақты ұшқырынан алып, майыстыр көріп еді, суы қатты екен. Бұрышқа барып, тізерлеп отыра қалып, пышақты іргеге қадап қалғанда, ыза қапқан дымқыл қышқа қиналмай-ақ кіріп кетті. Құдай! Аруақ, деді Рысқұл, аптығын баса алмай. Саймасайға сәлемдесер сәт оңынан болғай. Пышақтың ұшымен ілесе шыққан дымқыл топырақты уыстап тұрып ойланып қалды. Енді не амал болмақ? Қазылған топырақты қайда жасырмақ? Камераның ішіне үйіп қойып отыра алмайсың. Бір түнде қазып шығып кету мүмкін бе? Бұл тәуекелдің ісі. Тағдырына мойын ұсынғысы келмеген тәкаппардың не ғайбыл жұмысы бір түннен артпауға керек. Түн болатын себебі күндіз ірде қазып, көзге ілініп қалу қаупі зор. Келесі түнде қалса тағы қатер. Рысқұл ірдені сәл қопсытып, пышақты соған тықты да топырағын қайта таптап көміп тастады. Осыдан осы жолы тірі шығып, Саймасайға сәлемдессем, Ақсу жабағылы асып кетер едім деп армандады тұтқын қамыс марданның үстінде көсіліп жатып. Ақсу жабағылының бір сайдың табанында сүйегім қалса, екі дүниеге де ризамын. Кенет шынтағына сүйеніп орнынан түрегеле берді. Әлгі бір аламан таңда өз аяғынан тамған қанның ізін көріп, осындай ізді қайдан кездестірдім деп қинаған сұрақтың жауабын енді тапқандай болды. Ол ертеде елде, Түлкібаста, Иір суда бұлғандап жүрген бұла кез болатын. Бір күні ол жылқы бағып жүріп, ешкі қорған деген жартастың жодасынан қанның ізін байқады. Бұл не қылған қан деп, құмырсқаның жолындай шұбатылған ізге түсіп берген. Қанның ізі бірде сызат, бірде қою. Бір мезгіл бір шоқ аршаның астында теңкейіп жатқан арқарды байқады. Мерген жаралаған бейкүнә мақлұқ қаны сорғалап жүріп, жетіп жығылған жері осы болған екен. Жөні жеди бастапты. Сол қансырап өлген тағы арқардың халі өз басына келгендей таң кешті бүгін Рысқұл. Не де болса түрмеде, айдауда шірімей сол арқардың жолын беріп, қайран жабағылының бір тал аршасының түбінде қалсам. Бірақ оған дейін істейтін ісіне тағатсыз асулы. Бір топ аршаның түбінде қалсам деген арман. Күңіреніп жел жылар, арша басы суылдар, күзге қарай қураған қылқандары түсіп, мұның кебінсіз қалған жүзін жасырар. Аршаның иісі сіңіп, қалқанына көмілген сүйек мың жылға дейін шірімес. Қоқанның ханы Шералының қанды қолымен соғыста мерт болған батыр бабасы Әлімбекті қазақтар теке аршаға орап көмбеген ғой. Киелі адамдар жер қойнына киелі кебін киіп кіреді. Бір шоқ аршаның түбінде қызыл құмырсқаның илеуі болар. Рысқұлдың бет аузына қызыл құмырсқа құжынап аймалар. Қызыл құмырсқа шаққан дене шірімес. Сарқыраманың сарыны күңренер, биікте ұлар шулар. Шайқурайдың басында қап бұл қалай, қап бұл қалай деп сары төс көгілдір шымшық шырылдар. Әттең, өлгеннен кейін де адам соны сезіп жатса. Сонау биікте қалықтап кетпей жүрген жез қанат қыранға қарап жатып, көзіңнен жасың парлап ақса, сондай-ақ өлім кешуге Рысқұл дән риза. Бірақ пешенедегі жазуды оқып көрген ешкім жоқ.
Жұмыр басты пенденің демі қашан, қай жерде таусылары белгісіз. Тауға да тасқа да, абақтының мылқау қабырғасына да соғылған басы қайда қаларын Рысқұл болжап білмес. Ал әзір әрекет керек, әрекет. Қапырық күн қаза болып, қараңғы түсіп ел ұйқыға кетті-ау дегенде, Рысқұл ата-бабасының домалақ анасының аруағына сиініп, қатерлі қимылға кірісті. Әуелі егі шығып, бір қарап, есік жаққа алаңдаумен болды. Есіктің көздей тесігін қарауыл сығалайтын әдеті бар. Сансыз пышақтың басын киіз қалпағымен орай ұстап, іргенің қам қышын өңгелей берді. Зәк тұтқан, өмір күн түспей ыза тартқан қам қыш, боркемі кішіліктің басындай үгітіліп жүре берді. Борпылдақ топырақтан ескі ұраның зәгіндей ылғалды иіс сезіледі. Бір кезде Рысқұл ыңқ еткен дыбыстан шошып, тосын тоқтады. Тыңдады, ешкім жоқ. Сөйте өзінің демеген. Есікке қарайлауды ұмытып, өңгісіне жан тәнімен беріліп кеткен. Қазылған топырақ едәуір үйіліп қалыпты. Қарауыл түн ортасында бір қарап өтетіні бар. Кейде құлыпты ашып, іште кіріп іс келеді. Қолында сөйлеңдеген шырағданы болады. Дәл қазір мына қызыл қырманның үстінен түссе, қуырдақтың көтесін түйе сойғанда көргендей боласың. Ол үйме топырақты еденде жайып, үстіне қамыс марданды төсеп тастады. Ну қамыстың арасында сыбдыры білінбейтін жолбарыстың жұмсақ жүрісімен бір-бір басып есікке барып тыңдады. Құдайдың бір құдіреті, қарауылға да жан берген. Ол да қалжырап қалғып кететін кезі болады. Дәлізде дыбыс жоқ, жым-жырт. Түрме емес, тылсым тұтқан көр сияқты. Тыныштық. Рысқұл іргеге қайта оралып, қабырғаны қары талғанша қақырата берді. Бір азабы уақыттың қай мезгіл екенін тап басып тани алмады. Таң атпай тұрып үлгерсе, о шіркін, далаға бір шықса, тағысын тағы көрер еді де. Қолдан құйған жалпақ қыш бір кезде қатая бастады. Топырақ ақ керіш тартты. Соған қарап, Рысқұл қабырғаның жұқарғаннан аңғарды. Қыштың сыртқы жағы қатты, себебі күн өтеді, құрғақ. Жүрегі тарс етіп жарылып, жаны жаһанамға кеткендей болды. Қарауыл есіктің құлпын бұрап ашып тұр екен.